осы видеоны соңына дейін көріңдер. Осы видеодан соң сендер қаңтар ОБД-дан кейін нағыз ОБД-ға дейін қалай дайындалу керек екенін біліп шығатын боласыңдар. Бәріңе сәлем. Бұл видео менің қазір ОБД-ға дайындалып жүрген жас түлектерге арналады. Қазір енді 140-та бізде бірнеше оқушы қаңтар ОБД тапсырған болатын. Осы жақында мен қаңтар ОБД-ға қолдауға да бардым. Сол кезде оқушылармен сөйлесіп сұхбат алған болатын. Кейбір оқушылар жақсы балл алып қуанып шықты. Кейбір оқушылар аз алып жылаған да болатын. Барынша енді қолдау білдірдім. Соның барлығына анализ жасап отырып, қазір бірнеше күйді кешіп жатқан оқушылар бар екенін түсініп отырмын. Соларға арнап осы видеоны түсіргім келіп отыр. Осы видеоны көрген әрбір оқушы мына нәрсені түсінсе екен деймін. Қаңтар ОБД ол жай ғана қазіргі біздің деңгейімізді анықтайтын тест. Біреуіміз аз алуымыз мүмкін, біреуіміз орташа, біреуіміз жоғары алуымыз мүмкін, бірақ қандай балл алсаңдар да тура сондай деңгейді нағыз ОБД-да көрсетесіңдер деген сөз емес. Көп жағдайда қаңтар ОБД-дан аз алып, нағыз ОБД-дан жоғары алып жатқандар бар. Көп жағдайда көбісі солай алады. Бірақ қаңтар ОБД-дан жоғары балл алып, ал нағыз ОБД-дан аз алып жатқандар да болады. Сондықтан әркімнің тағдыры әртүрлі болады, бірақ бір нәрсе ортақ. Ол ОБД-ға дайындық жүйесі. Енді қаңтар ОБД-ны тапсырдық, біреуіміз аз алдық деп депрессия болдық, жылап алдық. Әлі де сол нәрседен шалмай жүргендер де бар шығар. Сондықтан осы видеоны соңына дейін көріңдер. Осы видеодан соң сендер қаңтар ОБД-дан кейін нағыз ОБД-ға дейін қалай дайындалу керек екенін біліп шығатын боласыңдар. Ең бірінші нәрсе, сендер толық диагностика жасаңдар өз-өздеріңе. Қаңтар ОБД-ны тапсырдым, осындай балл алдым. Не үшін мен осындай балл алдым? Әр пәннен алған балдарыңа анализ жасаңдар. Математика сауаттылықта маған не жетіспеді? Қандай тақырыптарды білмедім? Қай тақырыпты өтіп, ұмытып қалдым? Қай тақырыпты өтпедім? Қай тақырыпты біліп тұрып, ұмытып қалдым? Қай тақырыптан мен жақсы жауап беріп, балл жинадым? Әр пәнге осылай анализ жасап, жазып шығуларың керек. Блокнотқа болсын, телефонға болсын. Яғни кез келген нәрсеге диагностика жасау қажет. Яғни менен қандай қателік кетті, мен ол қателікті не үшін жібердім, неге мен алдын ала әрекет жасамадым деген сияқты сұрақтарды қою арқылы өздеріңе анализ жасасаңдар болады. Яғни қателік қай жерден кетті, қандай тақырыптарды мен білмедім, тізіп жазып шығамыз. Қай тақырыптарды мен жақсы білдім, оны да тізіп шығамыз. Қай тақырыпты мен оқыдым, бірақ тест кезінде ұмытып қалдым. Осы тақырыптардың деңгейін осы 3 түрлі нұсқада жазып шығыңдар. Одан кейін диагностика жасаған кезде мен осындай балл жинадым, ол мен білмегендіктен ба, әлде психологиялық тұрғыдан мен қорқып, немесе қобалжығаннан ба? Яғни біріншісі сен тақырыпты білмегендіктен, екіншісі психологиялық тұрғыдан сен қобалжығаннан ұмытып қалуы мүмкін. Үшіншісі тестке берілген уақытты дұрыс пайдалана алмаудан болуы мүмкін. Яғни бір пәнге көп уақыт арнап жіберіп, бір пәнге уақыт жетпей қалуы мүмкін. Яғни осындай толық диагностика жасап шығу керек, барлық сұрақтарды жазу керек, қасына соның жауаптарын жазу керек. Өзімізге анализ жасап алғаннан кейін екінші не істейміз? Екінші әрине жоспар құрамыз. Алдағы уақытта енді мен не істеймін? Нақты мақсат жазамыз. Мен қаңтар ОБД-дан 96 балл жинадым, бірақ менің мақсатым 120 балл жинау. Яғни нағыз ОБД-дан 120 балл жинау. Ал наурыз ОБД-дан мен сонда ортасы 110 баллға жетуім керек деп мақсат жазып шығамыз. Одан кейін сол мақсатқа жету үшін қандай жоспар құрамыз? Яғни қандай әрекеттер жасаймыз? Соның жоспарын құрып шығатын боламыз. Мысалы, маған енді көп оқу керек деп жалпылама емес, нақты дүниежүзі тарихынан осы тақырыптарды қайталаймын. Күніне 5 сағат бөлемін, 3 сағат бөлемін, немесе 1 сағат бөлемін деген сияқты нақты жоспарларды құрып тастаймыз. Одан кейін қатемен жұмыс міндетті түрде жасалу қажет деп ойлаймын. Өзіміздің қателескен, бірақ біліп тұрған тақырыптарымыз болса міндетті түрде қайталап шығу қажет. Одан кейін тақырыптық блоктарға бөліп тастасақ болады. Әлсіз тұстарым, яғни менің білмейтін қиын тақырыптар, мен білмейтін орташа деңгейлі тақырыптар, мен білмейтін оңай тақырыптар деп деңгейге бөліп тастап та оқысаңдар болады. Мына нәрсені ұмытпау қажет. ОБД бұл білімді ғана емес, жүйені тексеретін тест.
Яғни біз қаншалықты жүйелі түрде дайындалып жатырмыз, соншалықты жүйелі нәтижені аламыз. Егер біз жүйесіз, тұрақсыз, дұрыс емес дайындалатын болсақ, бірде дайындалып, бірде дайындалмай, сондай бір тұрақсыз болатын болсақ, онда біз жақсы нәтижеге жете алмаймыз. Одан кейін үшіншісі, біз диагностика жасап алдық, одан кейін нақты жоспарды құрдық. Нақты жоспар құрған кезде біз күнделікті неше сағат бөлеміз. Дүйсенбі күні неше сағат дайындалам, оның неше сағатын қай пәнге арнаймын деген сияқты нақты жоспар болу керек. Жоспар құру бір бөлек, жоспарды ұстау екі бөлек. Сондықтан да біз көп жағдайда жоспарды әдемілеп құрып тастаймыз, бірақ жоспарды ұстанбай жатамыз. Неге? Өйткені бізде күш-жігер жетіспей жатады. Бізде нақты мақсат болмай жатады. Бізде мақсат болмаған кезде, сол мақсатқа сенім болмаған кезде, өзімізді давай деп қолға ала алмайтын күш-жігер жетіспеген кезде, көп жағдайда қойш деп ертеңге қалдыра береміз. Ал егер жоғары балл жинап грантқа түскілерің келсе, сендерде бұл үш нәрседе болу қажет. Яғни нақты мақсат, мен не үшін ұбт-ға дайындалып жатырмын, соңында қандай нәтижеге жеткім келеді. Одан кейін сол мақсатыма жететініме мен сенем бе? Белгілі бір деңгейде бізде сенім болу керек. Осы нәрселер болған кезде біз өзіміздің қалаған нәтижеге жетеміз. Әрине, күш-жігер ол өте маңызды. Күш-жігер кейбір адамдарда болады, кейбір адамдар болмайды. Егер сендерде мақсат пен сенім болса, автомат түрде күш-жігер де болады. Яғни орысша айтқанда сила воли. Ол күш-жігер бар кезде адам қанша жерден шаршап тұрса да, ерініп тұрса да, өзін орындықтан көтере алатын күші болуы. Яғни ондай күш көбімізге кейбір кезде жетіспей жатады. Ал ондай күш-жігер болу деген ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Егер біздің күш-жігеріміз болса, мен ойлаймын, жетістікке міндетті түрде жетеміз. Сондықтан өздерінің күш-жігерлеріңді қайраңдар. Келесі, бізде жоспар құрып алғаннан кейін не істейміз? Әрекетке көшуіміз керек. Яғни біз сөзбен ғана шектелмеу керек, іспен көрсетуіміз керек. Ол үшін осы уақытқа дейін қандай қателіктер кетірдік? Яғни біз, мысалы, өзіміздің білетін оңай пәнімізге көп уақыт жұмсап кетуіміз мүмкін. Немесе әрекет жасайтын кезде, мысалы, кітапты ашқан кезде біз оқимыз, бірақ ойымыз басқа жақта болуы мүмкін. Немесе кітап оқып жатамыз, телефонға кіріп кетуіміз мүмкін. Яғни бізге әрекет кезінде қандай кедергілер бар, соның тізімін жазу керек. Телефон, TikTok, Instagram, досымыз, тағы не нәрселер бар. Әртүрлі болмайтын нәрселерді ойлап кету деген сияқты. Енді осы кезде бізге помодоро әдісі көмектеседі. Ол әдісті барлығымыз білеміз деп ойлаймын. Яғни 30 минутқа, 50 минутқа, немесе 1 сағатқа, 25 минутқа таймер қойып қоямыз. Телефоннан қойсақ болады, компьютерден қойсақ болады. Сол таймер уақыт біткенше біз тек қана кітапқа, сабаққа фокус қоямыз. Телефон өшіріп тастаймыз, немесе телефонды таймерге қойып қойсақ болады. Біздің көп жағдайда нәтижеге жетпеуіміздің себебі біз фокус дұрыс қоймаймыз. Өзімізді елең еткізетін, алаңдататын нәрселерге көңіл бөліп кетеміз. Мысалы, ондай ситуация менде де болады. Кейде кітап оқып отырам, телеграмнан біреу жазып қалады, қазір жауап бере саламын деп ойлаймын, бірақ ішіне қалай кіріп кеткенімді білмей қаламын. Сондықтан да жетістікке жету үшін, нәтижеге жету үшін бізге осы уақытты басқара алу керек. Яғни біз фокусымызды дұрыс қоя білуіміз керек. Келесі бізге көмектесетін нәрсе ол дұрыс ұйықтау, дұрыс тамақтану. Барлығымызда бұл нәрсе мінсіз бола бермейді. Кейде дұрыс ұйықтаймыз, кейде таңға дейін отырамыз деген сияқты. Әр оқушы әртүрлі дайындалады. Біреулері ерте ұйықтап қалып, таңертең ерте тұрып, свежий баспен дайындалған жақсы көреді. Біреулері таңға дейін отырып дайындалған жақсы көреді. Әркімдікі әрқалай, дегенмен көп жағдайда ертерек ұйықтап, таңертең ерте тұрған тиімдірек негізінде. Біз көп жағдайда таңға дейін не үшін қаламыз? Өйткені күндіз үлгермей жатамыз. Күндіз біреулермен қыдырып кетуіміз мүмкін, күндіз телефонға кіріп кетуіміз мүмкін, сосын отырамыз түні бойы дайындалып деген сияқты. Кейбір кездері біз түнді таңдайтын себебіміз тыныш болады. Менде мысалы бұрында сондай болған. Түнімен жұмыс жасайтын. Неге? Өйткені түнде ғана мен тыныштық табатынмын. Оған дейін күнде Telegram, WhatsAppта чат деген көп ми ашып жататын, күндіз мен жұмыс жасай алмайтынмын. Кейін бар оның барлығын реттедім. Оның дұрыс емес екенін түсіндім, зиян екенін түсіндім. Денсаулығым сыр бере бастаған кезде мен уже дұрыстап ұйықтау керек екенін түсіндім. Енді ұбт-ға дайындық кезінде белгілі бір деңгейде бәрібір де уақыт жетіспей, ұйқымызды құрбан етуге мәжбүр боламыз. Ол кезде нәтижеге жету үшін кейде құрбан етуге мәжбүрміз. Ол кезде енді ұйқымызды қисақ болады. Бірақ ол алдағы уақытта студент кезде де әдетке айналып кетпеу керек. Дұрыс тамақтану.
уақытылы ыстық тамақ ішіп отыру керек. Өйткені біз ағзамызды тамақпен нәрлендіріп отыру керек. Егер біз тамақты дұрыс уақытылы ішпейтін болсақ, бізде белгілі бір деңгейде витаминдер жетіспей қалады. Сосын барып ол біздің есте сақтау қабілетімізге әсер етеді, фокусымызға әсер етеді, жай күйімізге әсер етеді. Бізде витаминдер жетіспесе, дұрыс уақытылы тамақ ішпесек, біз әлсірейміз. Яғни бізге энергия қажет. Энергия бар кезде біз барлығына шыдаймыз, тез оқып тастаймыз. Көп жағдайда бізде энергия жетіспегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан әлсіреп жүреміз да, сосын сабаққа бізде желание кетіп қалады. Сондықтан не тамақ жеп жатырмын, соған да назар аударыңдар. Витаминдер ішіңдер, память жақсартатын дәрілер ішіңдер. Одан кейін барып пайдалы тамақтар ішуге тырысыңдар. Дәнектер деген сияқты. Одан кейін ұбт-ға дайындық кезінде бізге көмектесетін ол әрине орта. Әрекет кезінде бізге тағы да кедергі келтіретін, кеттік давай қыдырайық, ана жаққа туған күнге барайық дейтін кейбір достарымыз болуы мүмкін. Егер сендерде нақты мақсат болатын болса, сол артық уақытты алатын нәрселерден бас тарту керек. 9 ай дайындық, немесе 2 жыл дайындалатындар бар, немесе 5 ай уақыт қалды қазір. 5 ай, хотя бы 5 ай артық нәрселерден арылып, болмайтын қыдырыс, демалыстардан бас тартып, тек қана сабаққа назар аударыңдар. Қастарыңда сендерден мықты, давайте оқиық, ұбт-да жоғары бал жинайық деп алға сүйрейтін достарың болу керек. Ой, сен бәрібір ұбт-да жоғары бал алмайсың, грантқа түспейсің, бүйте салайық, сөйте саламыз дейтін достардан аулақ болыңдар. Одан кейін ең көмектесетін нәрсе әрекет жүзінде, ол әрине кураторлардың қадағалауы. Біздің 140-та оқып жүрген оқушыларға күшті мүмкіндік деп ойлаймын. Күнделікті сені мынаны істедің ба, мынаны орындадың ба деген сияқты сені қадағалап отыратын, керек кезде ескерту айтатын, керек кезде қолдайтын кураторлардың болуы. Сонымен қатар 140-та оқудың ең бір күшті жағы, сенде неше түрлі достар болады. Жақсы оқитын достармен танысып алу керек, солармен жұп болып күнделікті дайындалып отыру керек. Бір-бірлеріңді қадағалап отырыңдар, бір-бірлеріңнен сабақ сұраңдар, бір-бірлеріңе сабақ түсіндіріңдер. Адам егер өзінің білетін ақпаратын біреумен бөліссе, ол 70% есінде қалады. Бұл әлемдік зерттелген статистика. Сондықтан да көп жағдайда біз жұптық жұмысты жасағымыз келмей жатады. Егер біз оқыған ақпаратымызбен біреумен бөлісетін болсақ, түсіндіретін болсақ, ол біздің есімізден ешқашан кетпейді. Мысалы, мұғалімдер неге ақылды? Мұғалімдер неге тақырыптарды жақсы біледі? Өйткені олар жыл сайын сол тақырыпты бір оқушыларға түсіндіріп жүргендіктен. Бір-бірлеріңмен жұптасып, қолдап, давайте деп алға сүйреп жүретін достар болса, өте күшті. Осындай бір кеңестер айтқым келді, сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер қаңтар ұбт-дан аз алып қалсаңдар, мұңаймаңдар, тоқтамаңдар. Егер сендерде мақсат болатын болса, нағыз ұбт-ға дейін тыңғылықты дайындалып, жоспармен дайындалып, жаңағы кедергі келтіретін барлығынан бас тартып, тек қана сабаққа фокус қоятын болсаңдар, бұйырса 5 айдың ішінде де жоғары нәтижеге жетесіңдер деп ойлаймын. Ең бастысы, сендерде мақсат болу керек, сол мақсатқа жететіндеріңе сену керексіңдер. Одан кейін сендерде күш-жігер, дисциплина бәрібір де болу қажет. Бір істеп, бір істемей тұрақсыз болатын болсаңдар, нәтижеге жетпейсіңдер. Одан қарағанда ақырындап аз-аздан күнделікті істеген тиімдірек. Осы кеңестерімді ескеретін болсаңдар, іс жүзінде жасайтын болсаңдар, бұйырса барлығың ұбт-дан өздерің қалаған балды жинайсыңдар, грантқа түсесіңдер деп сенем. Осы видеоны көрген әрбір оқушы нағыз ұбт-дан өзінің қалаған балын жинап, грант иегері атансын деп тілеймін. Бұйырса түлектер кешінде кездескенше барлығыңа сәттілік тілеймін. Әрқайсың мықтысыңдар, дара тұлғасыңдар, қолдарынан келет, сол сенімді жоғалтпаңдар. Менің қолымнан келет, мен нағыз ұбт-дан жоғары бал аламын деп сенсеңдер, соған сай әрекет етсеңдер, бұйырса жетесіңдер. Мен сендерге сенем. Осы видеоны соңына дейін көргендер үшін көп-көп рахмет. Осы видеодан түйген ойларыңды пікірге жазып кетсеңдер болады. Және де қаңтар ұбт-дан алған балдарыңды, нақты алға қойған мақсаттарыңды, яғни қандай бал алғыларың келеді, соны да жазып кетсеңдер болады. Сонымен қатар осы уақытқа дейін осындай қателік кетірген екенмін, енді осы нәрсені қолға аламын деп уәде беріп жазсаңдар да болады. Мен барлығын оқимын, кері байланыс беремін, андай публично осындай нәрсе жасаймын деп уәде беремін десеңдер, ол да бір жауапкершілік, солай жазсаңдар болады. Кейін нағыз ұбт-дан шынымен де сол нәрсе орындалып жатса, скриндап алып маған видео жіберсеңдер болады, немесе маған жазып жіберсеңдер болады. Апай, мен сіздің сол кезде видеоңызға осылай жазып едім, міне нағыз ұбт-дан 20 алдым, міне грантқа түстім деп жазатын боласыңдар. Бұйырса сондай күнге жетейік. Бәріңе сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.